қандай парадокс мысалы. Дәуренбек Кударов травмированный деп айтады ғой. Иә, травмированный деп айтамыз. Енді бұдан кейін менің әрекеттерім соған қарай болады да. Сол бағытта жұмыс істеп жатқан адамыз, қарапайым. Керемет. Сен уже бір организм сияқты болдың. Талпынысы жақсы болу керек, жоғары болу керек, бірақ биология халал ма харам ба деген сұрақ сияқты ғой. Регресс бар, прогресс бар. Тұра тұр дейді, бар. Одан да күшті бір гүл алып келеді да. Эмоционалды, сезімге жақын, жауапкершілікті алған адам жоқ деген сөз. Ол жерде кездейсоқ нәрсе жоқ. Президент бүкіл мемлекеттегі бүкіл процестерге жауапты. Мен мынаны істеп жатырмын, сен маған көмектес. Лайк басыңыздар, коммент қалдыңыздар. Қайырлы күн, құрметті көрермендер, сіздермен Қанат Жаңбырбайұлы, кәсіпкер және ментор. Біздермен бүгін қонақта дәрігер және психотерапевт, психолог, психосоматолог Дәуренбек Кударов. Дәке, қош келдіңіз. Рахмет. Қош көрдік. Ал Дәке, енді жаңа айтып өткендей, сізді енді дәрігер, психолог, психосоматолог ретінде танимыз. Дегенмен енді өз сөзіңізбен айтсаңыз, сіз нақты кімсіз, кімдерге арналғансыз, немен айналысасыз, айтып өтсеңіз қысқаша. Рахмет шақырғаныңызға. Негізінде мен дәрігер психотерапевт болдым. Ассоциация специалист по психосоматике деген ассоциация құрғанбыз, соның президенті боламыз. Психосоматолог, жанұялы психолог деп айтамыз ба, семейный психолог. Сол бағытта жұмыс істеп жатырмыз. 7 баланың әкесімін, Аллам берген. 6 ұл бір қызымыз бар, Құдайға шүкір. Сол бағытта жұмыс істеп жатқан адамыз, қарапайым. Керемет. 7 бала дегенде жаңағы біздің аталарымыздың есінен еститін едік. 7 бала, 8 бала деп. Қазіргі кезде енді өте сирек дүние. Әрбір баланың енді өзінің несібесі бар дейді ғой. Керемет. Дәке, психосоматологты жалпы өзім білем, түсінем. Бір белгілі бір кітаптар оқыған кезінде, дегенмен көрермендерге ашып айтып түсіндірсек, жалпы психосоматолог деген не? Жалпы енді психосоматолог деген психосоматиканы әлемді зерттеп жүрген адам. Енді психосоматика келетін болсақ, психосоматика бұл біздің психикамыздың ағзамызға көрсететін әсерін зерттейтін бір бағыт айтсақ болады. Бұл психология мен медицинаның ортасында дамып жатқан бір психологияның бағыты деп айтсақ болады. Қысқаша. Яғни жаңағы белгілі бір ақаулардың, дерттердің себебін қазбалау ғой, бір жағы. Енді негізінде бұл жалпы біздің психикамыздың ағзамызға көрсеткен әсері дедік қой жаңа. Бұл тек қана ауру емес, ауруға қатысты ғана емес. Кез келген фобияларға да, мысалы, семейная психосоматика деген түсінік бар. Сол жаңағыдай біздің ағзамыздың реакциясын зерттейтін сондай бір бағыт ретінде. Бұл кең, негізінде ауқымы кең бағыт, тек қана медицина емес, ол жерде психология да бар ішінде. Оның жаңағыдай бұл мәселелерді шешу үшін біз психологияның бүкіл бағыттарынан кішкене қолданамыз. Мысалы, гипнология тарапынан да көп инструменттерін алынған, мысалы, себебі түп санамен жұмыс істегеннен кейін, бей санамен жұмыс істегеннен кейін бұның бәрін қолданамыз. Енді мақсат біздің ағзамыздың реакциямызды өзгерту. Мысалы, психосоматика бойынша кез келген ауру бұл біздің сыртқы оқиғаға берген реакциямыз, адаптациялық реакция. Психосоматика ауру ол жаңағыдай құртылу үшін емес, бір адам ауру бір неме сынып қалған сияқты емес. Біздің көбінесе мынандай бір түсінік бар ғой, адам ауырып қалса бір жері бір сынып қалған сияқты болып қалады. Негізінде ондай емес. Организм кез келген сыртқы ортаға бейімделеді, адаптация жасайды. Сол ауру симптом арқылы сөйтіп көрсетеді соны. Соны біз зерттеу арқылы, соны себептерін зерттеу арқылы, соны өзгерту арқылы ауруға да бір емделуге әсер тигіземіз. Бұл тұрғыда ауру біздің, яғни бір досымыз дейсіз ғой. Ол бізге жаңағыдай подсказка береді. Әрине, ол біздің досымыз, ол біздің көмекшіміз сияқты. Біздің ары қарай қай жерде, мысалы, өзімізге әділетсіздік көрсетіп отқанымызды, қай жерде бір реакцияларымыз дұрыс емес болғаны, немесе кейбір сенімдердің, немесе реакциялардың уже өзгеру уақыты келгенін белгілейтін бір құрал ретінде қарастырсақ болады. Керемет. Келсем, өзім сол бір 2012-де бір қатты бір кризиста жүріп, бір «Возлюби болезнь свою» деген бір кітапты оқығам. Сенелік, Валерий Сенелік. Керемет, сол кезде бастап жаңағы психосоматика деген бір бағыт бар екен, өз-өзіме бір жаңалық қылып ашқым. Және де сол маған қатты көмектесті. Расында
Жалпы қазақ өзіміздің мына қоғамда қашаннан бері дамып жатыр осылай қарқынды? Енді біздің Қазақстанымызда бұл енді нақты осындай жылы басталды деп айта алмаймын, себебі енді біз өзіміз қазір ол бағытта қолға алып жатсыздар. Қолға алып жатырмыз. Аллаға шүкір, осы бір 5-6 жыл болды осы бағытта істеп жатқанымыз. Мына классикалық психологияға қарағанда психосоматиканың қандай жаңағыдай тиімді нәтижелі тұстары бар, ерекшеліктері? Енді бұл жерде жаңағыдай бұл да психологияның бір тармағы ғой, бағыты. Сондықтан оны екеуін жаңағыда салыстырып, бір-біріне қарама-қайшы қылып нете алмаймыз. Ол енді психология үлкен бір бағыт, соның ішіндегі бір тармағы болғаннан кейін психосоматика ол қазіргі таңда современный дейміз ба, жаңағыдай қазіргі заманауи талаптарына сай болып келіп жатқан бір бағыт. Ол психологияны мысалы бір 500-ден астам бағыт бар деп айтамыз. Соның жаңағыдай тиімді жерлерін алып, қамтып, психосоматика жаңағыдай адамның реакциясына жұмыс істеп, реакциясын өзгерту арқылы адамның ағзасына әсер етеді. Дәке, енді жаңа айтып жатсыз ғой, бастап дәрігер дедік, психотерапевт дедік, психосоматология, гипнотерапия дедіңіз, әртүрлі ілім алған екенсіз. Дегенмен осы сіз жаңағы білуімше Асфендияров университетінің түлегі болып, дәрігер болып қызмет атқардыңыз. Осы қысқаша бір тарихыңызды айтып кетсеңіз, сол дәрігерліктен қалайша психологияға өтіп кеттіңіз? Мен негізінде дәрігерлердің семьясынан шыққам. Әкем марқұм профессор болған, дәрігер, именно медицина профессоры. Менің семьяда 2 баламыз, үлкен ағам бар, туған ағам. Мені 10 жас үлкен, ол да дәрігер, ол да сол бағытта жұмыс істеп жатыр. Енді ағамыз көбінесе әкеміздің жолын қуып, нетрадиционный направление, гомеопатия, фитотерапия бағытымен жұмыс істеп жатыр қазір. Ал енді біз негізі 2006-та Асфендияров университетін бітіргеннен кейін мен скорый помощьте жұмыс істеген, жедел жәрдем бағытында. Алматының Әуезов ауданында 2-ші подстанция деген подстанция бар, сол жерде. Сол жерде қызмет атқарғаннан кейін жанұялы болып, енді жанұяны асырау керек болған, енді сол кездері енді жалақы мәселесі болды. Сол ақырын фарм бизнеске өтіп кеттік. Сөйтіп фарм бизнестен ақырын бизнеске өтіп кеттік. Сонда бір кезеңдеріміз болған. Енді ашық айтқанда мына психология мен медицинаға оралған уақытымыз примерно бір 2017-тен бастап біз сол жерден переквалификация өтіп, психотерапевт болып, рұқсат алып, рұқсат қағаздарды алып, сөйтіп сол кезден бастадық. Сөйтіп келдік ашық айтқанда. Негізі сол кезде жаңа бизнеста жүрген кезде бір производство ашқанбыз. Кейін шаршаған адам шаршайды ғой, енді выгорание деп айтамыз. Соны жаңа өзімізді қайттан іздеп, қайттан өзіміздің бағытымызға оралып, сол кезде көп онкологиямен ауыратын кісілермен байланыста болып, бір кісі дәрі шығарып, соларға бір көмектесем деп ниет жасап, менен бір көмек сұраған еді сол кездерде. Мен ол кісімен былай келіскем, мен бір зерттеп көрейін, егер дәріңіз действительно көмектесетін болса, мен көмектесем деп. Кейін оның арқасында жаңағыдай біраз кісілермен онкозаболеваниемен ауыратын науқастармен тығыз байланысты болып, олардың өмір баяндарын зерттеп, сөйтіп қандай ойға келдім? Психосоматика өте маңызды деген ойға келдім. Онкология менің ойымша 99% психосоматика. Енді сол жерден басталады деп түсінемін. Сондықтан сол уақыттан бастап алған қалаумен осы бағытқа көңіл бөле бастағанбыз. Жаңа айтып жатсыз ғой, бір белгілі бір жағдайларға байланысты деп. Енді өзім жаңа тәжірибемнен көбінесе адамдар психология осы бағытқа бір қатты ішкі күйзеліс арқылы келеді да. Сіз сол күйзеліс арқылы келдіңіз ба, әлде жаңа квалификацияны өзгерту керек, жақсы маман, басқа маман иесі болу керек деп сондай бір сұраныстан келдіңіз бе? Енді бұл бүкіл факторлар болған деп ойлаймын, себебі енді 7 бала дедік, әр баланың өзінің несі бар, Аллах Тағала әртүрлі бір өсіру үшін, бізді дамыту үшін әртүрлі сынақтарды берген. Негізі психологияға сау адам келмейді ғой, негізінде. Сөздің ашығы. Өзінің проблемасын шешем деп келеді. Травмированы деп айтады ғой. Травмированы деп айтамыз. Бірақ енді бұл қайырлы түбінде, әрине. Әр адам үшін бұл тәжірибе. Сол сияқты сол арқылы соны шешеміз деп, соны жөтеміз деп, сол бағытта да жаңағыдай дамытқанбыз өзімізді алан қалаумен. Жаңа сөзіңізді айтып жатсыз,
бір кісі ол сіздің сонда бір былай айтқанда бір бағыт берген сондай бір тәлімгеріңіз болды ма сол салада? Жоқ, сол жерде сол бағытта бір шөптен жасалған бір дәріні ойлап тапқан өзі дәрігер емес кісі еді. Ол дәрі шөп арқылы қалай психосоматика туралы түсініп келді? Жаңағыда мен онко заболеваниемен сол кісі онко рак ауруын емдеймін деп реклама жасаған. Сөйтіп менен көмек сұраған. Сол дәріні дамыт, сол рұқсат қағаздарын алайық. Ол кезде сіз уже психосоматологияны зерттеп жүрсіз? Ол кезде психологияға жақын болғанбыз. Жаңа подсознание, Джон Кехер, Джо Диспензаны оқып жүрген кездеріміз ғой енді. Сол кезде жаңағыдай бірақ сол дәріні зерттеу арқылы сол науқастармен тығыз байланыста болғаннан кейін анамнез оның өмірбаянын зерттегеннен кейін бәрінде психосоматический проблема бар екенін көзім жетті. Біраз адамдармен әңгімелескенбіз, өмірбаяндарында мысалы көптен келіспеушілік, реніштер болды, психотравмалар болды былайша айтқанда. Сол кезде нақты түсіндік та, ол енді психосоматика бағыты маңызды. И болашақта енді менің ойымша медицинаның болашағы да интегративтік бағыттарда дамиды деп ойлаймын. Психотерапия мен ресми методтарын бірге яғни де барлығын бір-біріне интеграция жасап отыру арқылы, жаңағыдай партнерство жасап отыру арқылы дейсіз. Енді әр ауруханада психолог болу керек. Психолог, психосоматолог деген маман болса керемет болатын еді. Ол енді қазіргі мына жағдайға қарасақ, ол әлі бізге алыс сияқты. Ол жағынан қалай ойлайсыз? Алыс сияқты болып көрінеді. Бірақ енді біз сол бағытта дамып жатқаннан кейін қазір көп жерлерде кейбір клиникаларда мысалы бізге мысалы сабаққа психосоматика үйренемін деп көп дәрігерлер келеді. Дәрігерлер келіп, өздері дәрігер болып жұмыс істеп жүрген дәрігерлер арасында уже психосоматикалық методтарды, инструменттерді қолданып жатқан дәрігерлер бар. Енді ақырын мысалы сол дәрігерлер ертең бір жерге жаңағыдай осы методтарды қолданғаннан кейін мысалы ақырын бір кабинеттер ашылады. Кейбір мысалы клиникаларда по совместительству мысалы кардиолог және параллельно психосоматолог деп қазірден бастап сондай бір уже бар. Көп жерде емес, енді бір-екі жерде мен білуімше, бірақ жалпы әлемде қарайтын болсақ, психосоматическая медицина деп аталады. Психосоматикалық клиникалар көп жерде ашылған негізі. Америкада бар, Европада, Австрия, Германия. Яғни арнайы клиника тек қана сонымен алса. Именно жаңағыдай психосоматический методтар қолданып, әрине ресми методтар да бар, дәрігерлік методтар да бар, бәрін интегративтік түрде қолданып жатқан клиникалар бар. Мысалы біздің бұрынғы жаңағыдай Совет үкіметінің пространствосында Москвада сондай бір клиника бар. Психосоматикалық медицинаның бір клиникасы Москвада ашылған. Болашақта енді бізде де ашыла ма деген бір ниет бар. Соған қазір зерттеу жүргізіп атсалысып отырмыз. Керемет. Енді бұл үлкен сондай ауқымды тақырып, және ол болашақтың мынадай адамның денсаулығымен, жанымен жұмыс жасау барысында бір керемет үлкен қадам деп санаймын. Яғни жаңа айтып жатсыз ғой, 99%-ға онкологияда ол психосоматика деп. Мен де сол туралы көп оқығам және келісем онымен. Өйткені бірақ дегенмен оны психосоматикалық арқылы емдеп жаңағыдай дерттің себебін табу үшін ол бас жағында сіздің жаңағыдай сізге келу керек, солай ғой? То есть қандай уақытта адам келу керек, чтобы ауруды алдын алу үшін? Енді ауруды алдын алу үшін әрине адам өз-өзін дамыту керек. Меніңше жаңағыдай диагноз қойылғаннан кейін бірден маманға жүгінсе болады деп ойлаймын. Себебі мысалы ресми Всемирная организация здравоохранения деген бар ғой, бүкіл жаңағыдай дүниежүзілік денсаулық сақтау организациясы. Денсаулықты психологиялық және физиологиялық және социальное благополучие деп таниды. Тек қана физиологическое благополучие емес, тек қана жақсы сезімде болу емес та, денсаулық деген сөз. Бұл психикалық және физиологиялық және социальное благополучие деп 3 фактордан құрайды. Енді денсаулыққа әсер ететін 4 фактор бар деп береді ресми түрде. Бірінші фактор бұл біздің образ жизни, біздің өміріміз. Екінші бұл біздің экология дейді деп айтады. Жаңағы жеген тамағымыз да кіреді ішіне, ауамыз, ішіп жатқан суымыз сияқты. Төртінші фактор бұл наследственность, наследственное заболевание. Төртінші фактор бұл система здравоохранения. Енді сол жаңағыда пайызбен бөлетін болсақ, әсері бойынша. Бірінші орында образ жизни 60% алады.
неге денсаулыққа әсер ететін фактор. ВОЗ-дың статистикасы. ВОЗ статистикасы бойынша, иә. 20% экология алады, 10% наследственное заболевание и 10% система здравоохранения. Сонда қарап тұрсақ, система здравоохранения 10% әсер етеді денсаулыққа. То есть поликлиникаға барып, адам толығымен денсаулықтың иесі бола алмайды да сол жерде, айтайын деген. Осы жерде не айтқым келіп тұр? Әр адамның жауапкершілігінде тұрған нәрсе бұл. Көп жағдайларда қазір енді қоғамда мынандай бір түсінік қалыптасқан, менің денсаулығымды дәрігерлер жауапты деген сияқты, дәрігерлер жауапты соған. Біз себепті, аурудың себептерін де басқа біреуге жабамыз да, бактерияға жабамыз, кондиционерға жабамыз, тамаққа жабамыз, ауа райға жабамыз деген сияқты. Негізінде бұның себебі бізде. Ең бастапқы себеп адамның ауырғаны ол өзінің психикалық реакциясынан. Соны қабылдаса, және мен жазылам деген бір ниетте болса, шешім қабылдаса, дәрігерлерге қатты бір жауапкершілікті артпай, өзінің жаңағыдай өмірін түзетіп, тамағын түзетіп, өзінің психикасына көңіл аударып, мысалы, сонда ғана адам жазылады деп ойлаймын. Керемет. Келсем, жалпы жаңа айтып жатсыз, 10%-ға ғана ол, яғни жаңағы официальный медицинаға бару арқылы адам емін таба алады деген басқа себептер ол, яғни медицинада емес. Бірақ бір парадокс, қоғамда сол ВОЗ-дың да өзінің жаңағыдай қолдау арқылы көп ауруға медицина арқылы шешілетіндей қылып алып келеді да бізге. Және де бір надай бір түсінік бар ғой. Жалпы медицина деген өз алдына қазір енді бір үлкен институт қой, былай қарағанда. Үлкен бағыт. Ол енді бір тұсынан қарасақ, ол бизнес үлкен. Бизнес болғандықтан оның бір өзіндік бір тиімділіктер болуы мүмкін да. Яғни соған қатысты менің өзімнің жеке пікірім, манағыдай сіз айтып жатқандай, мана шөппен емдеу, психосоматикамен емдеу, әртүрлі емдеудің альтернативті бағыттарын мына официальный медицина әлі қабылдауға дайын емес және оған қарсы деп ойлаймын. Соған қатысты бір пікіріңізді айтсаңыз. Ондай да көзқарас бар негізінде, бірақ бірінші таңда мынаны қарастыру керек сияқты. Біздің жалпы денсаулық сақтау системасы неге қарай бейімделеді? Халқына қарай, адамдарға ғана бейімделеді. Егер біздің мысалы қарапайым халық ретінде сұранысымыз өзгеріп жатса, ол система да өзгереді. Керісінше емес та, бірінші система өзгеріп, халық өзгермейді. Бірінші халық өзгереді. Сұрауымыз өзгереді. Сұраныс өзгереді. Содан кейін барып система өзгереді. Талапты біз қоямыз. Енді сол бағыттан қарайтын болсаңыз, қазір Құдайға шүкір, халықтың сауаттылығы өсіп жатыр, психосоматика дамып жатыр. Көптеген дәрігерлер болсын, психологтар болсын, сол бағытқа көңіл аударып, енді ақырын менің сенімім сонда, енді жақын арада ол медицина университетінің жаңағы программаларына кіріп, ары қарай соны зерттеулер басталады деген сенімдемін негізінде. Керемет. Дәке, жалпы сіз осы келген клиенттеріңізбен көбінесе қай бағыттарда жұмыс жасайсыз? Жаңа біз онкология тақырыбын қозғап кеттік. Көбінесе сізге қандай сұраныстармен келеді адамдар? Нақты ондай статистика жүргізбеймін, ашық айтқанда. Бірақ жаңағыдай түрлі жаңа психологиялық ақаулықтармен келеді. Көбінесе бұл психопатология емес, көбінесе бұл невротический состояниялар. Жаңағыда психопатология дегеніміз психиатрический ауруларды айтып отырмын. Мысалы, шизофрения, биполярный расстройство, тағы басқа. Ондай пациенттер бар, бірақ олар көп емес. Біз негізі өзіміздің практикамызда фармакологияның көмегіне жүгінбейміз, дәрілерді назначить етпейміз. Біз басқа жаңағыдай осындай психотерапиялық инструменттермен, гипноз арқылы, жаңағыда когнитивно-поведенческая терапия дейді, тағы басқа методтармен бірігіп көмектесеміз. Оның ішіне фобиялар кіреді, әртүрлі, қорқыныштар, семейный проблемалар келеді, бір невротический состояние келеді, мысалы кейбір өзін контрольсіз бір реакция, агрессия беру, тағы басқа. Қазір қарап отырсаңыз, мысалы, көп жағдайларда жанұяның проблемасына қарайтын болсақ, Қазақстан қазір ажырасу жағына екінші орынға шығыпты. Соңғы статистика жаңартылған ғой. Мен топ 20-да бар екенін білетін. Жоқ, екінші орынға шығыпты. Жақында естіген, мен де таң қалдым. Оның не деп ойлайсыз себебі? Себебі өте көп негізінде, бірақ енді сол себебіне келетін болсақ, мен қазір байқап отқаным,
жалпы біздің қазіргі жалпы психологиялық бүкіл проблемалар біздің сенімдерімізге тіреледі, жалған сенімдерімізге тіреледі. Мысалы біздің қазіргі өміріміз 95%, 95% автомат түрде түп санадан басқарылады деп айтамыз, 5% саналы түрде шешім қабылдаймыз. Ал енді түп санаға келетін болсақ, жаңағыда бұл не нәрсе? Бұл біздің сенімдеріміз бірінші орында тұрған. Біз неге сенеміз, сондай әрекет етеміз да. Мысалы, мен есім Дәуренбек, бұл менің сенімім. Мен дүниеге келген кезде үстімде Дәуренбек деген ат жазылмаған еді, әке-шешеміз ақылдасып, Дәуренбек болсын деп, мен есімді атам қойды деп айтады. Енді атамыз айтты жаңағыдай, Дәуренбек болсын деді, маған да жеткізді, мен оған сендім. Енді бұдан кейін менің әрекеттерім соған қарай болады да. Маған біреу Дәуренбек десе қараймын деген сияқты. Сол сияқты кез келген бағытқа қарасаңыз өмірде белгілі бір сенімдер қалыптасқан адамда. Сол сенімдер жалған да болуы мүмкін, ақиқат та болуы мүмкін. Енді жалған болса, ол жалған іс-әрекеттерге апарады. Дәл сол сияқты медицинада да, жанұяда да, жалпы қоғамның кез келген нәрсеге қарайтын болсаңыз, жалған сенімдер бар, ақиқат сенімдер бар. Енді жанұяның ең үлкен проблемасы қазір бұл жалған сенімдердің көп болуы. Қазір қоғам дамып жатыр ғой. Жалпы әлем технология бәрі дамып жатыр, жан-жағына дамып жатыр. Ескі сенімдер уже қазір қолайсыз, тиімді емес болып келіп жатыр да. Ескі сезімдерге нені жатқызасыз? Вот мысалы бір совет үкіметінен келіп жатқан бір сенім бар жанұяға қатысты. Мен мысалы тренингтерге немесе консультацияда мынандай ерлі-зайыптылар келеді ғой, солардан сұрақ қоямын. Әйел кісінің мысалы жауапкершілігі неде семьяда деп сұраймын да, мысалы именно целенаправленно әйел кісіден бастаймын. Ол кісі айтады да, жаңағыдай бала тәрбиелеу, үйге қарау, үйдің жағдайын қарау, тамақ пісіру, үй жинау деген сияқты қазір қарапайым біздің түсінігіміз бойынша соны айтады. Онда бұл бағыттарда ер адам жауапты емес па деп сұраймын. Неге жауапты емес дейді әйел? Жауапты. Бала-шаға да жауапты, бәріне де жауапты дейді. Онда кім жауапты, сіз ба, ер адам ба жауапты деп сұраймын ғой. Екеуміз дейді. Онда қанша процент сіздікі, қанша процент күйіңіздікі деп сұраймын ғой. Жоқ. Айтады, 50-50 дейді. Дұрыс па? Енді жалпы бұл сенім қаяқтан келе жатыр? Совет үкіметінің заманынан келе жатқан бір сенім ғой. 50-50. Ал енді жанұя бұл организация, бір ұйым. Организацияның заңдарына бағынады. Егер екі адам жауапты болса, жауапты жоқ деген сөз ол жерде. Жауапты жоқ. Мысалы, екі бастық бола алмайды, екі президент бола алмайды. Семьяда да екі жауапты бола алмайды. А біздің семьяда қазір екі жауапты. Екі жауапты деген сөз, жауапкершілікті алған адам жоқ деген сөз. Енді қараңызшы, семьяда жауапты адам болмаса, кез келген организацияда директор болмаса, президент болмаса, не болады ол ұйым? Шашылады. Хаос, бардак. Соның бір үлкен бір себебі осы деп білемін. Біздің практикада, күнделікті жұмыста біз оны көріп тұрмыз. Мысалы, әйел адам күйеуіне жабады, сен жауаптысың деп, күйеу әйеліне жабады, сен жауаптысың деп. Түбінде тиімді дұрыс іс-әрекеттер жоқ ортада. Шешім қабылданбаған. Мәселе мысалы қазір тағы бір үлкен мәселе, бұл жаңағыдай незрелость адамдардың, мысалы инфантилизм деп айтамыз. Баланың позициясында. Баланың позицияда өмір сүру. Бұл үлкен бір тақырып негізінде. Қарасақ, мысалы қазір көп үлкен кісілер де бар, мысалы 50 жаста, 60 жастағы кісілер, бірақ жалған сенімдердің нәтижесінде баланың позициясын шыға алмай жүреді. Баланың позициясы ең үлкен айырмашылық, үлкен ересек адам мен жаңағы баланың айырмашылығы. Мысалы 15 жасқа дейін бала, балиғат жасқа шейін, дейік былай, половозрелостьқа шейін, бала не істесе де біреу үшін істейді. Не істесе де біреудің айтқанымен істейді. Енді бұл табиғи нәрсе де, дұрыс нәрсе. Себебі бала білмейді ғой. Дүниеге келгеннен кейін әке-шешесі үйретеді, ананы істе деп. Сөйтіп бала біреу үшін істегеннен кейін, енді 15 жастан өткен кезде, балиғат жасқа толған кезде половозрелый, енді шариғат бойынша, дәстүріміз бойынша бұл ересек адам болып есептеледі. Оны айырмашылығы қандай? Өзінің жауапкершілігін өзі жауап береді деген сияқты іс-әрекеттеріне. Алланың алдында бүкіл күнәға сол уақыттан бастап жауап беретін болады. Қазақта 13 деп айтқан ғой, отағасы деп. 13 деген енді ол 9 бен 15-дің арасы ғой енді. Орталама алынған бір сан ғой негізінде. Бірақ біз крайний точка аламыз. Қазір мысалы кейбір кезде 17-ге де толып, 18-ге де толып, әлі бала деп жүреді. На самом деле бала емес ол уже. Өзіңіз айтқанда 13 жастан бастап
жаңағы половая зрелость жыныстық жаңағы дамуына келген кезде ол уже ересек болып есептеледі негізінде. Енді оның айырмашылығы қандай? Ол жерде не істесе де уже біреу үшін емес, өзінің шешімімен істеу керек та. Мен солай шешім қабылдадым, және сол арқылы жауапкершілікті ала білу. Иә, мысалы сабаққа барса да, бір нәрсе істесе де, ол тек өзінің жауапкершілік арқылы әрекет ету. Бұл ересек адамның позициясы. Енді осының бәрін қарасаңыз, бұл бәрі жанұяға тиеді. Мысалы күйеуге шығады, көп семьяларда байқаймын. Мысалы әкем айтты, шешем айтты, ағам айтты, атам айтты деп күйеуге шығады. Өзінің шешімі жоқ. Өзінің шешімі жоқ деген сөз жауапкершілік жоқ деген сөз. И ол күйеумен 20 жыл өмір сүреді, бірақ ол күйеуге мен әйел болам деп шешім қабылдамаған әлі. Ол қоғамда жиі кездесе ме сіздің тәжірибеңізде? Жиі кездеседі, өте жиі кездеседі. Көне қыз балалары? Жоқ, ер адам да сондай. Мен просто әйелден бастап отырмын. Ер адамның жауапкершілікті болмауы да себебі де осы. Как будто ана бір шарасыздықтан, амал жоқтан, қоғамның сұранысынан, әке шешемнің бір басқындығынан жаңағыдай, давлениесынан жаңағыдай үйленген сияқты да ол. Жауапкершілік толығымен. Өз үшін өзінің шешімі жоқ ол жерде. Өзі саналы түрде жауапкершілікті алмаған. Оның жасы 40-та болса да, 50-де болса да, сондай позицияда жүре алатын адамдар бар. Сондықтан семьяның ең үлкен проблемасы осы жерде деп білемін. Біріншіден, жаңағыдай жауапты адам болмағаны, және де өзінің бір ересек позицияда болмағаны. Жалпы келсем, және мен ойлаймын, қоғамда жалпы жауапкершілік тақырыбы ол өте ауқымды, және біздің қазақ қоғамында айтқанда жауапкершілік алып білмейміз. Яғни өміріме жауапты акимат, жанұяма жауапты әке шешем. Былай айтқанда үшінші адамды іздеп тұрамыз ғой. Өйткені жауапкершілік үнемі қорқынышты, салдарына жауап беруіміз керек дегендей. Жаңа сіз айтып жатсыз ғой, ер мен әйелдің арасында жауапкершілік бөлінбеген, ажыратылмаған, иә? Кім не жасайды, кім неге жауапты деп. Ал енді сіздің ойыңызша қалай болу керек? Енді біздің дәстүрімізге қарайтын болсақ, біздің дінімізге қарайтын болсақ, жалпы барлық монотеистік діндерде, бұл христианство да кіреді, иудаизм да кіреді, жанұяға жауапты бір ғана адам. Бұл ер адам. Ол солай жаратылды. Негізі психологиялық жаңағыдай өзгешіліктеріне қарайтын болсаңыз, ер адамның. Ол тек жауапкершілікпен, сеніммен ғана ол дамиды. Сол сияқты кішкентай кезінде, мысалы, ұл баланы қалай тәрбиелейміз деген кезде, сен оған сенесің, сенім білдіресің, және жауапкершілікті артасың. Сол арқылы ол еркек болады да. Ал әйел адамға позиция басқа. Әйел адамның жанұя тарапына қарайтын болсақ, 0 жауапкершілік. Я ол тұлға ретінде, адам ретінде жауапкершілікті алады, бірақ жанұяның процестеріне қарайтын болсақ, жауапты ер адам. Түсінесіз ғой? Сол сияқты, егер біз жаңағыдай солай білетін болсақ, мысалы, әйел адам, мындай қазір, мынандай конфликт бар, должна и хочу деген. Көп жағдайларда үйде, я должна, мен, сенің міндетің оны жасау, тамақ пісіру, балаға қарау. Ер адамның талабы. Ер адамның талабы, жалпы қоғамның талабы. То есть әйел адам нан жасау керек. Сен жауаптысың соған деп, соның жауапкершілікті соның мойнына артады. А ол әйел адам оған психикалық тұрғыда дайын емес. Оған бейімделмеген бұл әйел адам. Ол ала алады. Бірақ ол әйел адам, ол жауапкершілікті алғаннан кейін, ол еркектің қасиеттеріне ие бола бастайды. Колумбийский институттың бір исследование бойынша, әйел адам жанұяда жауапкершілікті алып, шешім қабылдай бастаған кезде дейді, оның тестостероны бар, мужской гормон, 4 есе өседі дейді. Бұл әйел адам кімге жақындайды деген сөз? Еркекке жақындайды деген сөз. Әрине, еркекпен өмір сүру қиын да. Проблем болады да, келісе алмайды. Сондықтан бұл жерде жаңағыда гармониялық тұрғыда, біздің дәстүрімізге сай, дұрыс көзқараспен, бәрін орын-орнымен қойып қойсақ, ешқандай 50-50 жауапкершілік жоқ. Ер адам бәріне жауапты. Ер адам жанұяда көп ер адам былай ғой, жұмысқа шығады, үйде не болып жатқанын білмейді. Хабары жоқ. Үйге ақша алып келдім деп, соған мәз болып жүреді ана ер адам. Бұл сен басқысың ғой бұл семьяның. Сен не болып жатқанын білуің керексің сен. Сенен сұрану керек адамдар. Сен бәріне жауаптысың. Қауіпсіздік та сенің мойнында. Мысалы, ертең болашақта қалай болатын, қай дамитын, жанұяның бағыты жалпы қандай. Сол сұрақтарға қойсаңыз,
көп ер кісілер оны жауап бере алмайды да даже, оны ойланып көрмеген даже. Себебі ол кішкентай кезде нені көрген? Совет үкіметінің жанұяның несі формасын көрген да. Ол кезде қандай? Анасы мен әкесі бір дәрежеде, кто шустрее, кто умнее, кто богаче, кто сильнее, сол билік жүргізеді. Ана жерде кто наглее кім, енді билік жүргізетін кім? Әйел адам үйде. Соны үйренген бала ертең жаңағыда өзінің семьясын құрған кезде дәл сол формамен нетеді да. Ал енді әйел адам оған сай емес бұл жауапкершілік толығымен. Ол өзі бір психология тұрғыда еркекке қарағанда тұрақты емес. Гормоналдық дисбаланстар болып тұрады. 12 айдың ішінде бір 3-4 ай сауығып жүретін шығар әйел адам. Қалған уақытта баланы көтеруге дайындалады. Сосын баланы жаңағыдай көтеріп жүреді деген сияқты сондай бір процестерді, эмоционалды, сезімге жақын, сондай состояниеде жүреді. И ол жақсы да емес, жаман да емес, бұл Аллахның сондай бір бізге берген сыйлығы, нығметі деген сияқты қарау керек. Айтайын дегенім, егер соның бәрі орнына келсе, ер адам жауапкершілікті ала білсе толығымен 100%. Жауапкершілікті алу деген сөз полностью обеспечивать ету деген сөз. Әйел адамның бүкіл іс-әрекетіне жауапты. Әйел адамның қарым-қатынасы, мысалы, өзінің туысқандарымен және өзінің әйелмен, өзінің туысқандарының арасында қарым-қатынас ер адам жауап береді. Даже әйел адамның, сол әйел адамның және өзінің жаңағыдай төркіні бар ғой, солармен де қарым-қатынасқа ер адам жауап береді. Біз не істейміз? Жіберіп қоямыз, хабарымыз да жоқ. Не болып жатыр ол жерде? Қалай болып жатыр? Негізі әйел адам сенің үйіне келді ма, сенің жұбайың, жарың болды ма, сен уже бір организм сияқты болдың. Сондықтан сен бәріне көңіл аударып, регулировать етуің керексің сен. Бұл тұрғыда жаңа өзіңіз айтып кеттіңіз ғой, жанұя ол бір ұйым деп. Яғни мен жаңа кәсіпкер ретінде бір бизнес организация ретінде қарасақ, яғни ер адам отағасы ол стратегический жаңа жетекші, руководитель. SEO дейді ғой. Жаңағыдай ол менің түсінігімде жаңағыдай енді детальдарға кірмеу мүмкін, там анау қайда, бірақ стратегиялық барлығын курста болып, барлығын бір жаңағыдай бағытты жүргізіп отыру керек. Детальдарға кірмеу мүмкін, бірақ ол детальдарға жауапты. Соны ұмытпау керек та. Өте қызық. Вот мысалы президент. Президент бүкіл мемлекеттегі бүкіл процестерге жауапты. Сенесіз ғой? Келсесіз ғой, бірақ өзі істейді деген сөз емес ол. Өзі барып келіп, бүкіл процестерге араласады деген сөз емес. Бірақ ол процестерді дұрыс жүруіне, оның нәтижесі дұрыс болуына, жалпы бұл процестерді ұйымдастыратын президент. Дұрыс па? Үкімет арқылы, басқа жаңағыдай тармақтар арқылы мысалы. Дәл сол сияқты үйдегі ер адам сондай. Өзі барып, мысалы, тамаққа, тазалығына ер адам жауапты. Бірақ өзі істеу керек деген сөз емес ол. Ол не істейді? Ол барып әйелінен көмек сұрайды. Мен мынаны істеп жатырмын, сен маған көмектес. Әйел адам қабырғадан жаратылды деп айтамыз ғой. Дінде де бар ғой ол түсінік. Қабырға деген қандай мағынада келеді? Ол бізді бір тіреп қоятын, бізді қолдап тұратын, бізге көмектесетін рөлі бар да әйел адам. Өзінің психикасы да соған жақын да. Оны керемет істей алады әйел адам, керемет қолдай алады. Бірақ әйел адамға сен билікті бере салшы, сол жерде проблема басталады. Себебі ол басқа жағынан мықты. Ол жаңағыда бала шағаны қарау, өзінің шыдамдылық жағынан, сезім жағынан деген сияқты ғой енді. Жаңағы табиғи, былай айтқанда берілген дүние ғой. Кейде жаңағы қазір манағы феминистік трендтер бар ғой, айтып жатады ғой, бір нәрсені жаңағыдай өзіне бұрмалап. Сонда былай қарасаң ол енді сырт көзге ол табиғатқа қарсы жүру да, яғни жаңа айтып жатқандай қабырғадан жаратылып деп жатсыз. Осы тұрғыда жалпы әйел адамның жауапкершілігі сіздің ойыңызша неде? Енді біріншіден енді біздің дініміздің құндылықтарымен қарайтын болсақ, әйел адам екі нәрсеге жауап береді. Құдайдың алдында барған кезде екі нәрсеге жауап береді. Бірінші нәрсесі ол Алламен болған байланысқа жауап береді. Өзі қандай адам болған, адал болды ма, өзін дамытты ма, білім алды ма, өзі бір әйел адамның өзінің рөлдері бар ғой, әйелдің рөлі, біреудің қызы ол мемлекеттің азаматы, ол біреудің көршісі деген сияқты.
сол мәселелерге жауап береді да, қандай адам болғанына Алланың алдында. Бірінші сұрақ. Екінші сұрақ күйеуінің разылығы. Күйеуінің разылығы дегені, күйеу бұл жерде жанұяның тұрақтылығы сияқты. Күйеуінің разылығы деген сөз, біз көп мынада жалған бір түсінік бар көп адамдарда. Күйеулер қазір мысалы мен саған разымын, разы емеспін деген әңгімені естимін мысалы. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтқан, күйеуінің разылығын қиямет күні о дүниеге барған кезде, сол кезде жүрегінен сұрайды деп айтады. Разы болдың ба, разы болмадың ба? Сол кезде разы болса, әйел адам жәннаттың кез келген есігінен кіре алатын болады. Өзі таңдайды. Жәннатқа барады деген сөз да. Енді бұл қарап тұрсаңыз, бұл Аллах Тағаланың иерархияның бір системаның дұрыс формасын көрсетіп жатыр да бізге. Кімге тәуелді болу керек екенін және кім жауапты екенін көрсетіп тұр да. Ары қарай бұл жанұя бақытты түрде, берекелі түрде, мықты түрде даму үшін бұл жерде міндетті түрде бір басқару системасы болу керек. Ал басқару системаның өзінің бір басқаратын адам болу керек та, жауапты адам. Сол сияқты әйел адам осы екі сұраққа жауап береді, бірақ не деген сөз ол? Бұл жауапкершілікті кім артты оған? Аллах Тағала артып отыр ғой. Сен күйеуінің разылығын ізде, сен жақсы адал адам бол деп. Адал азамат бол деген сияқты. Ол значит ана кому должна? Кімге міндетті ол? Аллаға должна. Күйеуіне емес. Сондықтан ол не істейді? Қолынан келгенше әрекетін істейді, қолынан келгенше жақсы адам болуға тырысады, қолынан келгенше жақсы әйел болуға тырысады, қалғанын Аллаға тапсырды. Бұл әйелдің жауапкершілігі осы. Әйел адам негізі өзі бір өмірге деген көзқарасы жеңіл, еркекке сенімді болса, ол жүрген жерде берекет. Әйел адамның сонда бір қасиеті бар. Әйел адам қол неге тиеді, сол нәрсе үлкейеді, күшейеді, құлпырайды, әдемі болады мысалы. Осы тұрғыдан да көзқарас бар ғой, әйел адам еркекке жаңағыдай өзінің энергиясын береді, қолдауын көрсетеді, сол кезде еркек адам жетістіктерге жетеді, үлкен табыс табады. Иә. Себебі мысалы ер адам жауапты ғой, ол қанда бар нәрсе, генде бар нәрсе ол. Ол түпкі жаңағыда біздің сенімдерімізде тұрған нәрсе ғой негізінде. Егер ер адамға қарасаңыз, мысалы қазір тұрғыда, өзіне тауып атқан ақшасы көп бөлігі семьясына кетеді мысалы. Ер адамға көп керек емес қой негізінде. Ұйықтайтын жері, жеген тамағы, бір киімі, бір жүретін машинасы болса, өзі жүрсе запросы да болмайды дейді ғой. Иә, қатты бір жаңағыдай бір керемет бір нәрсеге мұқтаж емес. Кім мұқтаж? Оның әйелі. Ол әйеліне әдемі киім сатып алып беру керек, ол жағдай жасау керек, үйдің өзінде әшекейлендіру керек. Осы әйел адам сұраныстары көп және жоғары болу керек дейсіз ғой. Оған қалай қарайсыз? Сұранысы, талпынысы жақсы болу керек, жоғары болу керек, бірақ бар нәрсеге шүкіршілік ету керек. Бұл өте маңызды. Бар нәрсеге шүкіршілік ету, бұл күйеуінің әкелген мысалы ақшасы болсын, әкелген нәрсесіне рахмет айту, разы болу соған. Қанағатшыл болу. Сондай позицияда болса, ер адамның психологиясы мынандай ғой. Үйге мысалы әйеліне мынандай бір огородтан бір гүл алып келеді, ромашка мысалы. Әйел адам егер соны қандай керемет гүл десе, ер адам ішінде мынандай болады. Бұдан да күшті алып келем дейді ол. Қазір тұра тұр дейді да, барып одан да күшті бір гүл алып келеді да. Қамырыңды жылып дейсің. Иә. Егер сол ромашкаға риза болмаса, қақтың алдың, бұл огородтың алдың ба, өзің алып кет деген сияқты соған бір шүкірсіздік көрсетсе, ер адам келесі рет әкелмейді ештеме. Талабын қайтарса болды дейсің. Иә. Ол енді психологияның жаңағыда өзінің өзгешіліктері. Енді осы тұрғыда психологияда жатсыз. Қыздарда мысалға, мен өзім білем, қоғамда жаңағыдай көптеген тренинг, өзін жаңағы дамыту бағытында көп дамып жүретін адам ретінде, мысалы өзіңіз де байқайтын шығарсыз, бір қайда барсақ та бір 80, 70, 90% кейде әйел адамдар да өзін дамытып жатыр да. Еркектер дамуға әлі ондай белсенді емес. Және отбасыға келетін болсақ, сол уақытта еркек манағыдай, сіз оны алдында айтып кеттіңіз ғой, бір басында бір иллюзиялық шектеулік бір жаңағыдай бір өмірге көзқарастар болуы мүмкін. Соның салдарынан ол мысалға жаңағыдай абьюзер болуы мүмкін, адекватты қарамауы мүмкін. Және де жаңа сіз айтып жатқаныңыз, ол әйел адам еркекті қолдау керек, көну керек. Сол кезде оны бағаламайтын еркек болса, яғни осындай бір проблема бар да қоғамда. Әйел адам айтады, ол мен дайынмын оған, бірақ ол еркек дайын емес дегендей. Сондай бір өзіңіз ойыңызды айтсаңыз осы сала.
Иә, бұл жерде енді мына нәрсені түсіну керек. Иә, ол сіз айтқан мәселе жиі кездеседі. Әйел адам келеді айтады, мен еркек дамысы келмейді, біздің арамыз жаңағы алыстап кеткен деген сияқты мәселелерде көп айтады. Бірақ мына нәрсені түсіну керек. Аллах Тағала екі жасты қосқан кезде қателеспейді. Психологиялық тұрғыда қарасаңыз, зерттеп қарасаңыз, әр адамның өзінің психотипіне қарай сондай адамды береді. Әр адамның өзінің психологиялық құндылықтарына сай өзінің жақсы көретін құнды нәрсесін таңдайды. Сөйтіп ол бостан босқа бір-бірін жақсы көрмейді сол жерде. Олардың сенімдері, олардың жаңағыдай тектілік мәселесі, тектілік информациясы соған сай болғаннан кейін бір-бірін таңдайды. Жаңа айтып кеттік қой, 95% өміріміз бұл түп санадан басқарылады. То есть саналы емес. 5% саналы. Айтайын дегенім, екі жас қосылған кезде бұл 95% саналы емес шешім. Ол ішкі әлемнің, ішкі сенімдердің тектілік жағынан келатқан информацияның нәтижесі. Енді олар қосылған кезде ол жерде кездейсоқ нәрсе жоқ. Ол жерде қателік жоқ. Бір-біріне сай, два сапаға пара дейміз ғой. Бірақ олар не дейді? Негізінен мына нәрсе. Олар бір-бірімен неге қосылған? Бір-бірін толықтыру үшін, бір-бірін өзгерту үшін, бір-біріне жәрдемші болу үшін, күшейту үшін. Ал енді бұл не деген сөз? Значит, мына кісіде бар қасиеттер, мына кісіде болмауы мүмкін. Мына кісіде мықты жақтары, мына кісінің әлсіз жақтары болуы мүмкін. Енді бір-біріне қараса сол бағыттан, бір-біріне ұнамауы мүмкін. Мұны мен сияқты емес, неге ол басқаша ойланады деген сияқты. Ер адамдар көп десем айтады ғой, мына әйелдер түсінбеймін деген сияқты. Логикасы ғой, қандай логика жоқ дейді. Бірден айтпай ма, неге осындай бір бұрмалап жүреді, неге олай соншама эмоциональный деп айтады. Бұлдың табиғи нәрсе, оны бізді қызықтыратын да осы ғой. Егер мысалы мен қасында әйелім мен сияқты болып кетсе, уже қызық емес болып кетеді, мен дамуға, ол ер адам сияқты болып кетеді да. Дәл сол сияқты оған да еркек керек. Менің еркек қасиеттерім керек оған. Сөйтіп ол толықтырады. Енді бұл жерде ең басты мәселе, бұл жерде сіздер бір-біріңізге лайықсыздар деген түсінік қалыптастыру. Бұл жерде кездейсоқ нәрсе жоқ. Қосылдыңыз ба? Ер адам мен әйел адам бір-біріне айна. Мысалы, психологияда қабылдамаған қасиеттер деген түсінік бар. Мысалы, мен басқа адамдарды көрген кезде, мен өзімді көремін ол жерден. Менен басқа ешкім жоқ дейсіз. Менен басқа ешкім жоқ. Менің бүкіл өзімнің әлемім бар. Алла бар, мен бармын. Басқа ешкім жоқ. Мен ұнайтын қасиеттер, қабылдаған қасиеттер. Мысалы, бүкіл қасиеттер 50-50 соотношениеде берген. Біз жомарт та боламыз, сараң да боламыз. Мысалы, екі қасиет те бар ғой бізде. Бірақ біз не істейміз? Мен тек жомартпын деп қабылдаймыз. Сараңдығымызды қабылдамаймыз ғой. Сөйтіп қабылдаған қасиеттерді басқалардан көрген кезде ұнайды ол бізге. Ол адамды жақсы көреміз. О, мен сияқты екен деген сияқты. Ал мына қасиеттерді, жаңа сараң қасиеттерді көрген кезде біз оларды не істейміз? Ішімізден жаңа соттаймыз, сөгеміз, жаман көреміз, өзіміз жоғары санаймыз. Бірақ оны кімді көріп тұрмыз ол жерде? Өзіміздің қабылдамаған қасиеттерді көріп тұрмыз. Содан шығатын тұжырым қандай? Кез келген адамның жақсы қасиетін көрсең, ол менікі. Жаман қасиетін көрсем, ол да менікі. Просто қабылдамаған болып тұр. Егер біз оны қабылдасақ, менде бар деп, уже сол адам туралы жаман ойламаймыз. Қателік жасау мүмкін, бірақ мен оған жаңағыдай жек көріп оны, немесе өзім жоғары санап, соған энергия жұмсамаймын. Осы тұста айтады ғой, яғни біздің ішкі трансформациямыз арқылы біз жаңағы жағдайды өзіміздің ішіміздегі минусымызды ана адамнан қабылдау арқылы біз ол адамды қабылдаймыз және ішімізде өзгеріс болады. Сол арқылы бұл жерде бір екі тұс бар да менің түсінігімде. Біріншісі, ол адам өзгеріп кетеді, яғни оның саған деген қарым-қатынасы өзгереді сенің ішкі манағы минустарыңды қабылдау арқылы. Екінші тұс, ол адам сенің өміріне жоқ болып кетеді дейді. Оны психология, психосоматикада. Соған қалай қарайсыз жаңа? Екі жақты бағыт бар. Меніңше бұл жерде ең маңызды мәселе ол адамның көзқарасы емес. Менің көзқарасым болған. Мысалға, енді отбасы бір жанұяда тұрып жатыр ғой, енді бір шешім қабылдау керек ары қарата. Қатты күйзеліске ұшырады, қабылдай алмаған тұстарын қабылдады, ішкі жаңа трансформациясына өтті. Сөйтіп, немесе сол тұста қалай болады деген ғой, яғни ол жерде адам партнер өзгереді, немесе өзгермейді. Бұл жерде жаңағы міндетті түрде Аллах Тағала Құранда да айтады ғой, мен сендердің жағдайларыңды өзгертпеймін, өздеріңді өзгертпегенше. Бұл не деген сөз?
біз көбінесе біреуді өзгертуіміз соған бағыт береміз, иә. Әйелім кінәлі, әйел күйеуім кінәлі деп айтады. Бір-бірінен көреді, өзінен көрмейді бұл нәрсені. Бірақ кім үшін проблема деп сұрасаңыз, мысалы, әйелім бір қылығы бар, бұл мен үшін проблема. Мен әйелімді кінәлаймын, сен сонда бір қылығың бар деп. Егер мен қазір айтсам, күшпен өзгерту мүмкін емес. Бірақ проблема кім үшін деп сұрасаңыз, мен үшін деп айтам ғой. Әйел адам менің әйелім үшін ол проблема емес қой. Значит, ол проблема менде болса, кім шешеді оны? Мен шешем ғой. Оның хабары да жоқ, ондай ұнамайтын нәрсе бар екен. Сол сияқты мен өзгерген сәтімде әйелімнің жаңағыдай істеп жатқан қылығына да көзқарасым өзгереді. Ол бір, екіншіден оның іс-әрекеті де өзгереді сол жерде. Соған қарай Аллах Тағала өзі алып келем деп тұр да, былайша айтқанда. Ол жаңағы сіз айтып жатсыз ғой, не деп, біз былай айтқанда өзімізді саналы түрде шешім қабылдамаймыз, біздің шешімдеріміздің бәрі ол программадан, жаңағыдай іштегі 95%. Енді ол адамдар, біздің шешімдеріміз біздің қабылдаған сенімдерімізден шығады. Бірақ біз оны қабылдадық, біздің жауапкершілігіміз. Егер сен психолог, коуч, эксперт және наставник болсаң, және өз салаң арқылы табысыңды айына жүйелі түрде 2 миллион теңгеден жоғарыға арттырғың келсе, онда сені мен өзімнің менторлығымның аясында өткізетін тегін талдауыма шақырамын. Тегін талдау арқылы сен табысыңды айына 4-5 есеге қалай жүйелі түрде арттыруға болатынын түсінесің. Менің менторлығымның аясында біз сенің сүйікті хоббиіңді жүйелі әрі табысты бизнеске айналдыратын боламыз. Толық ақпарат алу үшін төменде көрсетілген сілтеме арқылы менің телеграм каналыма жазыл және жекеме талдау деп жазып, менің тегін талдауыма қатыс. Жаңа сіз айтып жатқан жауапкершілік жаңағы тақырыбы, осы жерде қоғамда жаңа сіз айтып жатқандай мен толықтай келсем, яғни ол менің жауапкершілігім 100%-ға, мен жауаптымын. Ол позицияны былай айтқанда біз білеміз, екінің бірі ала алмайды, оған дайын емес. Сол тұста менің бір ойым, қоғамда кез келген адам жаңағыдай отбасы құрмастан бұрын психологпен жұмыс жасау керек, психосоматологпен жұмыс жасау керек дегенде, чтоб жаңағыдай жағдайларда дайын болу үшін. Өйткені біз өзіміз шешім қабылдап жатқан, біздің программаларымыз шешім қабылдап, біздің жаңағыдай өмірімізге әсер етуі мүмкін. Екінші жағынан адам оған жаңағыдай дайын болмаса, былай айтқанда бір кризистер арқылы сол жағдайға басы түспесе, ол нәрселер туралы ойланбайды. Солай ғой, жаңағыдай адамдар бірінші барып қиналамыз, сосын барып психологтарға барамыз. Осы проблемаға қатысты жалпы сіз қалай санайсыз? Қоғамда психология қаншалықты маңызды? Яғни кез келген адам жаңағыдай жанұя құрмастан бұрын психологпен жұмыс жасау керек па? Жанұя құрғаннан кейін бір проблемалар туған кезде жұмыс жасау керек па? Және ол жанұяны сақтап қалатындай бір ең керемет құрал деп санайсыз ба соған қатысты? Қаншалықты қоғамда ол өмірге енгізілу керек психология? Енді қазір біз психологияны ілім ретінде, ғылым ретінде қарап отырмыз ғой. Бұрын мысалы психологтардың орнын біздің әжелеріміз, біздің аталарымыз, біздің абыз аталарымыз, үлкен билер, үлкен бір абыройы бар кісілер атқаратын бұрын, имамдар, ғалымдар деген сияқты. Біздің қоғамдағы бүкіл процестер, мысалы жанұя институты, жаңағыдай енелер институты деп айтады, соның бәрі бұрын болатын. Бұл рөлді олар атқаратын да. Қазір қоғам дамыған сайын әртүрлі бағыттар шығып жатыр. Біздің дәстүрімізді бұрын мысалы қазақ тек өзінің бір ауылында тұрса, сол бір ауылда өз өмір бойы өткізетін да. Қазір ондай жаман емес. Қазір мына урбанизация процестері жүріп жатыр. Солтүстіктен оңтүстікке, оңтүстіктен солтүстікке кетіп жатыр мысалы. Ол біздің дәстүріміздің алмасуы, құндылықтардың алмасуы, сонда тығыз болып тұрған бір процесс негізі әлем бойынша. Енді осының бәріне бейімделу процесі жүріп жатыр да. Психикамыз бейімделу, осы өзгерген ортаға бейімделу. Сол өзгерген сайын оның бейімделу де қиын болып жатыр да адамдарда. Енді міндетті түрде психолог сол қиын жағдайларда көмектесетін адам ғой, бағыт беріп қоятын, соны адамның өзінің бір ішкі әлемін оқи алмай тұрған кезде, соның сезімдерін оқып беретін, соның сенімдерін өзгертіп беретін, мысалы, Бірақ бір нәрсені түсіну керек, психологтың мысалы терапиядағы жауапкершілігі 30%. Қалған 70% адамның өзінің өзгерем деген ниеті.
өзінің әрекеті деген сияқты. Яғни ниет болмаса ешқандай нәтиже болмайды. Иә. Егер адамға мысалы көмек керек болатын болса, ол психологқа барып, мысалы жанұяны құрды, жанұяда кейбір проблемалар басталады. Біздің кезімізде мысалы біз жанұяның проблемасын кіммен шешеміз мысалы. Барып анаңа айта алмайсың. Анаңа әйелің туралы айтсаң, жек көріп кетеді. Барып ағаңа айта алмайсың, дәл сондай нәрсе. Барып досыңа айтсаң, досыңда тәжірибесі жоқ адам. Кімге барамыз? Сол ғой. Бұрын мысалы ол кәдімгідей бір қолға алынып, бүкіл процесстерін жаңағыдай бір наставничество сияқты. Жеңгелеріне барады. Жеңгелеріне барады, бір апаларына барады, өзінің сондай бір инструменттер болатын да дәстүрімізде. Оның бәрі қазір совет үкіметінен кейін жойылған да, енді жоқ болып кетті. Сондықтан психолог қазір бірінші орынға шығып жатыр. Мысалы қазір жанұя құрылады, бірінші ұрыс керіс, екінші ұрыс керіс, жас жігіт келеді консультацияға, или екеуі келеді, ерлі зайыптылар. Болмайтын бір проблема, маңызды емес даже до конца, қатты бір проблема емес сияқты, бірақ сол арқылы уже ажырасуға дейін баратындай дәрежеге келген кезде психолог не істейді? Бәрін по полочкам қойып береді, құндылықтарын қойып береді, қай бағытта даму керек екенін қойып береді. Бұрын оны кім қойып беретін? Әке-шешесі мысалы, иә? Ал енді қазір әке-шешеге де сондай бір психолог керек сияқты болып тұр да қазіргі таңда. Бұл жаман да емес, жақсы да емес. Бұл заманның өзгергені, дамығаны, бір қоғамның даму сатысы деп түсінуіміз керек. Жалпы керек деп ойлаймын, маңызды деп ойлаймын, бірақ соның ішінде біздің құндылыққа сай, біздің дінімізге сай, біздің дәстүрімізге сай құндылықтарды енгізетін, дәріптейтін психологтар маңызды. Сол бағытта жұмыс істеп жатырмыз. Мысалы қазір Ресейде, Украинада, Европада өте көп университеттер бар, бағыттар бар, бірақ біздің құндылыққа сай біз тек өзіміз ғана бере аламыз. Менталитетке келмейді дейсіз. Иә, менталитетімізге, дәстүрімізге сай құндылықтарды енгізу, ол біздің мемлекеттің ішіндегі оқу орындар, біздің мемлекеттің ішінде курстар деген сияқты, сол бағытта жұмыс істеп жатырмыз. Сол өзіміздің құндылықтарымызға сай жаңағы психологиялық бағыттың классикалық әлемдегі психологиядан айырмашылықтары қандай? Енді ең үлкен айырмашылық бұл жерде Европаға қарайтын болсаңыз, ол жерде эгоцентризм басым болып тұр. Ол жерде бірінші орынға менді шығарады да. Құдай ұмытып кетеді. Иә, Құдай жоқ ол жерде. Құдай мүлдем жоқ. Иә, сондықтан жаңағы Құдай болмағаннан кейін кім Құдай? Мен Құдай. Иә, өзің үшін істейсің деген сияқты. Ал енді біздің құндылық қандай? Біздің дәстүріміз шариғатқа негізделген. Иә, шариғаттың құндылығына қарасаңыз, бірінші орында кім? Құдай. Иә, біз бүкіл нәрсені сол Алланың көзқарасы арқылы өткізіп, сол құндылықты қалыптастырамыз. Бірақ олардың жаңағыда бағытында өте көп исследование жүріп жатыр, өте көп қаржы бөлініп жатыр. Олардың еңбектерін оқи отырып, өзіміздің құндылықтарымызды түсіне бастаймыз да. Сондай бір парадокс бар. Мысалы, кейбір Европаның ғалымдарының кітабын оқып, кейбір пайғамбарымыздың салсын хадистерін тереңірек түсіне бастайсың. Қандай парадокс мысалы. Сол сияқты ілім бәрі Алланікі ғой негізінде. Сондықтан о жақтан да, бер жақтан да алып, сол баланста тұрып, фильтрдан өткізіп, қоғамға бір менталитетімізге сай бір продукттарды бергеніміз жөн болады. Бұл тұрғыда да келсем, жалпы өзімде сол кезінде бір белгілі рейстермен жаңағыдай кітаптарға осы психология бағытына келген кезде барлық оқулық орыс тілінде ғой. Жаңа айтып жатқан Джо Витали, жаңа Кехо, барлық авторлардың барлығы. Мен өз басым енді психологияны жаңа эзотерикалық бағыттарды да сюцай, регрессиялау, көп мамандықтарды оқыдым, көп консультациялар бердім, нәтижесін көрдім, өзімнен көп трансформациялар өткіздім. Және де соңғы кезде осы мысалға Омар Жәлел өзіміздің қазақтың мына сөйтіп даму жолында жүрген азаматтарды естіген кезде сол жаңағы шетелдегі сіз айтқандай парадокс ана жақта зерттей келе ол құндылықтардың бәрі өзімізде терең сол ішкі манағы былай айтқанда ата-бабадан келе жатқан бір дүниетаным екенімізге көзім жетіп жатыр да. Тіпті сол мысалға суицидқа келетін болсақ та санға қатысты заңдылықтар өзіміздің ата-бабамызда бұрыннан бар екен. Яғни өте қызықты. Енді дәке осы айтып жатыр сол жанұяға қатысты мәселені қозғап жатыр. Енді көбінесе запрос деп айтамыз ғой. Ең көп запрос психологияда осы бағытта ол ақша мәселесі.
сосын қарым-қатынас мәселесі. Иә, сізге енді жаңағы жанұяға как бизнес ретінде қарадық. Жалпы кәсіпкерлікке термен жұмыс жасайсыз. Жақында білуімше жаңағы Дубайда болдыңыз, кәсіпкерлермен ретрит өтті. Кәсіпкерлердің запростары ақшаға қатысты және оны жаңағы психосоматика мен психологиямен ұштастыра отырып қалайша көмектесе аласыз? Қандай запростармен келеді, сол туралы кішкене айтып кетсеңіз. Енді ақша өте маңызды бір фактор ғой өміріміздегі. Енді біріншіден ақшаны біз энергия деп танимыз. Нағыз байлық, біз қалап отқан байлық, қайырлы байлықты қалаймыз негізі, бізге пайдалы болатындай. Себебі әртүрлі бұл инструмент ретінде қарайтын болсақ, бұл әртүрлі бағыттарға апаруы мүмкін. Әртүрлі проблемаларымызды ашуы мүмкін, мысалы. Дәл сол сияқты көп жағдайларда, мысалы, жаңа айтып кеттік қой, сенімге байланысты деп. Біздің әрекетіміз біздің сенімдерімізге байланысты. Ақшаға қатысты да сенімдерімізге көңіл аударсақ, көп бізді тоқтататын, ақшаға дамуымызды тоқтататын сенімдеріміз бар ішімізде. Адам өзі түсінбеуі мүмкін, қабылдамауы мүмкін, себебі мынада бір заңдылық бар. Бізді басқаратын тек біз білмейтін, немесе қабылдамаған сенімдеріміз. Егер біз ол сенімдерді определять етіп, жаңағы нақтылап, біздің сыртынан қарап дейсіз, санамызға шығаратын болсақ, соны өзгертетін болсақ, онда мысалы кейбір жағдайларда саналы түрде мысалы біз бай болғымыз келеді, бірақ бейсана, түп сана дәрежесінен ол жерден қорқыныштарымыз бар. Үлкен ақша, үлкен проблем. Нағыз адал ақша тек қиын жолмен келеді деген сенімдер. Бұның бәрі жалған сенімдер мысалы. Егер сол сенімдерге ие болса, немесе ресурстардың бәрі шектеулі. Біз бір жағынан мұсылманмыз деп айтамыз, жаңағыда Аллаға сенеміз. Аллах Құранда не дейді? Мен бүкіл байлықтың иесімін дейді. Мен бол деп айтам, солай болады дейді. Әр баланың несібесі бар деп айтамыз. Қой егіз туса шөп екеу болып өседі деп айтамыз, бірақ екінші таңда керісінше ресурстардың бәрі шектеулі деп сенеміз. Алланың құзырына қарасаңыз, шексіз шегі жоқ, бірақ біздің сенімдеріміз шектеулі деп түсінеміз. Енді сол сенім ғой негізінде. Ол сенім жалған сенімдерге де алып барады. Қандай? Егер шектеулі болса, онда ресурс үшін күрес жүреді деген әңгіме. Ресурс үшін күрес жүріп отса, онда мықты ғана жеңеді. Мықты ғана жеңсе, бүкіл өмір ол күрес деген сияқты жалған қиындықпен, сондай жалған сенімдермен өмір сүретін болады. Кейбір сенімдер оны ешқашан байға ала алмайды, мысалы. Себебі ол өлімге байлық тең өлім деген сенімдер болуы мүмкін кейбір адамдар іште тұрған. Оған жете ме? Ол жетпейді. Ол бүкіл әрекет жасайды, бай болмау үшін де жаңағыдай. Сол сияқты сондай проблемалар көп, қоғамда көп болғаннан кейін бизнесмендер де сондай запростармен келеді. Мен неге мына дәрежеге жете алмай тұрмын? Мен бүкіл әрекет, бүкіл себептерін жасаймын, бірақ бірдеме ішімде ұстап тұрады деп айтады да. Соны зерттеу арқылы, соны өзгерту арқылы, реакцияларды, сенімдерді өзгерту арқылы ол жаңағыда патологты ұғызатын болады да, өтетін болады сол жерден. Бұзатын болады. Осы мәселеде жаңа айтып жатсыз, мысалға ақша табу өлім деп, мен жаңа өзімнің бір терапияларымнан да бір кейстер есіме түсіп отыр да. Енді жалпы дінге қатысты мына регрессология бағыты көп жерлерде манағыдай шариғат тыйым салады деп айтады. Сіздің ойыңызды естігім келіп тұр, психолог ретінде. Жалпы кейбір кездерде манағы ақша өлім дегендей, ол себептері сөйтіп шығады, бірақ ол мына өмірде емес, басқа бір өміріндегі жаңағыдай бір ол басқа дене болып дүниеге келген, ол жаңағыдай оны мысалға ошаққа өртеген, содан кейін оның денесінде қазір сондай қорқыныш бар. Сондай бағыттарға жалпы көзқарасыңыз, жалпы ол дін тұрғысынан қалай ойлайсыз? Жалпы регрессология бұл психологияның бір инструменті. Бұны біз жаңағыдай жақсы ма жаман ба деп айта алмаймыз да. Ол орны бар нәрсе. Ол жаңағыда не сияқты ғой? Биология халал ма харам ба деген сұрақ сияқты. Ол бар нәрсе. Сондықтан оны қабылдауымыз керек. Бірақ сол регрессологияның ішінде жалған сенімдер де бар. Мысалы реинкарнация мәселелер. Барып басқа өмірлеріне қайтады сол жерде. Біреу жаңа Европада бір колдун болады, біреу батыр болады деген сияқты. Оның бәрі мен мысалы өз басым сенбеймін. Бірақ регрессология бар ма? Бар. Регрессологияны, регресс деген сөз артқа қайту деген сөз ғой. Регресс бар, прогресс бар, прогрессология да бар мысалы. Болашаққа план құру мысалы.
ол нәрсе бар, және де бір родовой проработка деп айтамыз, иә, тектілік мәселесін зерттеу. Оны біз ода бар деп сенеміз, себебі біздің сенімдерімізге, біздің ақидамызға былайша айтқанда қайшы емес бұл нәрсе. Себебі мен жартылай әкемнен, жартылай анамнан тұрам. Менің әкем де солай жартылай. Арғаталармен работа с родом дейді ғой. Соны айтып отырмын. Мысалы, мен жартылай әкемнен, жартылай анамнан тұрам. Менің әкем де солай, анасынан, әкесінен, анам да сондай. Сөйтіп 7-ші атаға шейін біздің артымызда 256 ата мен әже бар. Неге ол біз үшін маңызды психология тұрғыда? Себебі біздің қазіргі реакцияларымыз 50%-ке жақын, 50% біздің өмірлік тәжірибеден алынған, өзіміздің жеке басымыздың, және 50% біздің тегімізден алған, әке-шешемізден алған, опыттан алған. Біз әке-шешемізден тек фенотиптік өзгершіліктерді ғана емес, біздің түріміз, шаштың түсі деген сияқты, тек қана сол емес, олардан біз мінезді аламыз. Мінез қабылдаймыз әке-шешемізден. Мінез деген не нәрсе? Ол біздің сенімдерімізбен, біздің қабілетпен, әдеттеріміздің және стереотиптік поведенияның, стереотипті реакциялардың қосындысы. Соны мінез деп айтамыз. Сыртқа берген реакцияның қосындысы. Енді біз, мен мінезімді кімнен алдым? Әке-шешемнен алдым. Олар кімнен алды? Өзінің әке-шешесінен алды. Олар кімнен алды? Сөйтіп кете береді, 7-ші атаға шейін мысалы. Дәл сол сияқты біздің қазіргі беріп отқан реакциямыз тең жартысы біздің әке-шешемізден алып отқан информациядан келіп отыр. Сол бағытта соны қабылдау, соны ашу, соны зерттеу бағытында ешқандай проблем жоқ. Бұл генетика жағынан қарасаңыз да, бұл біздің дәстүр жағынан қарасаңыз да, ешқандай қарым-қайшылық жоқ. Бірақ бұл жердегі критический точка қандай? Реинкарнация мәселесі. Басқа өмірлерге бару, басқа планеталарға бару, неше түрлі регрессологияның неше түрлі тармақтары бар. Тармақтар есе. Енді оны да сараптамадан өткізіп, дұрысын алу керек та. Керемет. Тәкен, сізбен әлі де бірнеше сағат жаңағыдай әңгіме дүкен құруға болады. Өте қызықты тақырыптарда әлі де бір сәт түсіп жатар деп сенем. Көрермендерге де қызықты болды деп ойлаймын. Өзім үшін өте қызықты, керемет ләззат алдым. Және де қазір осы жерге дейін қараған көрермендерімізге бір шағын конкурс жасағымыз келіп тұр. Тәке, жаңа өзіңіз айтып өтсеңіз, ең конкурстың ережесі осы видеоның астына өздеріңіздің бірнеше жаңағыдай инсайттар дейміз ғой, жаңа сізге ой салған бір түйін берген ойларыңызбен бөліссеңіздер, біз рандомны бір адамды таңдап, соған бір сыйлығымызды беретін боламыз. Ол сыйлық біздің шәкірттеріміздің бір тегін консультациясы болады. Психосоматика саласында. Психосоматологтардың консультациялары бар. Сол бір консультацияны тегін ретінде бір шәкіртті таңдап, егер сіз соны орындайтын болсаңыз, жеңімпаз атанатын болсаңыз, біз соны сыйлайық иншалла. Керемет. Енді Тәке, біздің дәстүрлі шағын сыйлығымыз, мынау біздің отандық өнім, стендтарымыз, біздің рахмет. Қантсыз, консервансыз осы жерде өндіреміз. Қош келдіңіз, сізге рахмет. Ал бізбен бірге болыңыздар достар, лайк басыңыздар, коммент қалдыңыздар, лүпілдеріңізді, белсенділіктерін аямаңыздар. Қош сау. Сау болыңыздар.